Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін дәмі тіл үйіретін өте дәмді песочный тестодан самса дайындайтын боламыз. Видеоны толық көріп, менің каналыма тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Барлық керек заттарды көрсетіп алайын. Ең алдымен бір қасық тұз салып, онға жақсылап араластырып аламыз. Және 72-де 5 немесе 60% майды қолмен езіп песочный тесто дайындаймыз. Жарты қасық сода саламыз да, жақсылап тағы бір рет араластырып аламыз. Араласқан массамызға енді 1 стакан сүт құятын боламыз. Енді қамырды біріктіріп, илеп аламын. Қамырды қолға жабыспайтындай қылдырып, жақсылап иін қандырып, илеп алатын боламын. Біріккен қамырдың иін қандырып, тоңазытқышқа демалдыруға қойып қоямын. Менде самса 2 начинкадан болады, біреуі фарштан, біреуі тауық етінен. Қамырды 4 бөлікке бөліп аламын. Бұл маған жаюға өте оңай болады, сондықтан осы 4 бөлікке бөліп аламыз. Енді бір бөлігін алып, жақсылап жазып аламын. Самсаның 4 түрлі формасымен келтіріп жасайтын боламын. Мынау бірінші түрі. Дәл видеодағындай мен сияқты менен қарап жасауларыңызға болады. Түрлері ерекше, әдемі болып шығады.
Самсаны толық дайындап біткен соң кішкене сүт құйып, жұмыртқаның сарысын жағып, араластырып, самсаның беттеріне жағып шығамын. 180 градуста 45 минут пісіріп аламын. Осымен өте дәмді, жұмсақ, песочный тестодан дайындалған самсамыз дайын. Өте дәмді шықты, міндетті түрде жасап көріңіздер.